Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен сәбіз қосылған торт жасайтын боламыз. Бұл рецепт менде бұрыннан бар болса да, дәмдемес шығар деп жасамай жүрген болатынмын. Ал жасап көріп, дәмін көрген кезде қатты ұнатып, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Алдымен сәбізді тазалап, ұсақтап, турап, блендерге салып, үгітіп аламыз. Грек жаңғағын пышақпен ұсақтап үгітеміз. Кептірілген сары өрікті пышақпен ұсақтап тураймыз. Миксердің ыдысына жұмыртқа мен қантты салып, ағарғанша араластырамыз. Сұйық маймен сәбізді саламыз. Миксерді тоқтатып, грек жаңғағымен кептірілген өрікті салып, қолмен араластырамыз. Ең соңында ыдысқа ұн, разрыхлитель, корица және имбирді салып, венчикпен немесе лопаткамен жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазы төселген противенге массаны біркелкі қылып жаямыз. Мен 2 противенге жайып салдым. Әрқайсысын ортасынан бөлгенде 4 бисквит шығады. Алдын ала 180 градуста қыздырылған духовкада 20 минуттай пісіреміз. Бисквиттің пісу уақыты оның қалыңдығы мен духовкаға байланысты. Бисквит піскен соң оны суытып, шеттерін түзулеп, кесіп алып тастаймыз. Кремін жағамыз. Кремін жасаған жерім видеоға түспей қалыпты, айып етпессіздер. Творожный сыр, сливки, сахарная пудра үшеуін араластырдым. Ингредиенттерді астына описаниеге жазып кетемін. Ең соңында бисквиттің обрезкаларын блендермен үгітіп, торттың бетіне себеміз. Тортты бірнеше сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Торт бірнеше сағат тоңазытқышта тұрды. Кремі бисквитке сіңді. Енді пышақты ыстық суға матырып, тортты кесеміз. Бұл сәбізден жасалған торт маған қатты ұнады. Дәмі қатты тәтті де емес, жеген кезде сондай жеңіл. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.
Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.